Шексіз археологиялық қазына, қолдан жасалған құнды жәдігерлер мен таңдай қақтыратын экспонаттар республикамыздың ғылыми және мәдени орталығы саналатын ұлттық музейдің қорында сақталған. Оның көрме залдары еліміздің қалыптасу кезеңінен бастап бүгінгі даму жолына дейінгі тарих беттерін ақтаратын мұрағат. Тәуелсіз Қазақстанның символына айналған алтын адам дәл осы орталықта сақтаулы. Ғылыми түрде қазақ Тутанхамоны деп аталатын бұл құнды экспонат ұзақ жылдар бойы ел шекарасынан асқан емес. Бүгінде Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрлігі мен ұлттық музейдің бірлескен жобасының аясында алтын адамның әлем музейлеріне шеруі басталды. Ұлттық музей қызметкерлерінің қажырлы еңбектері ерекше құрметке ие. Олар осыған дейін де экспонаттардың саяхатына дайындық жұмыстарымен айналысқан болатын. Зергерлік бұйымдар мен экспозиция бөлшектерінің есептері жіті бақылауға алынған. Бұл жолы алтын адамның кезекті сапары шығысқа бет алмақ. Шерудің соңғы нүктесі Оңтүстік Корея. Корея Республикасының астанасы Сеул қаласы. Шаһар келушілерді өзінің сан алуан көрінісімен тамсандырады. Көз тартатын ғибадатханалар мен жап-жасыл бақшалар зәулім ғимараттармен ғажап үйлесім тапқан. Архитектуралық ансамбль іспеттес қалада заманауи индустриямен қатар көне тарихтың да бейнесі бар. Алтын адам өзінің ұзаққа созылған шеруінде Беларусь, Ресей, Әзірбайжан, Қытай және Польша елдерінде болып қайтты. Әрбір мемлекет өзігінше ерекше ықыласпен қарсы алған көрмеде экспонат екі елді тарихпен тамырлас ететін құнды дүние болған анық. Бұл жолы да ұлттық музей Сеулге бірден екі экспозициясын алып келді. Ұлы дала мұрасы зергерлік өнер жауһарлары көрмесінен бөлек оңтүстік кореялықтар еліміздің құнды жәдігері алтын адамды да көре алады. Выставки проводятся в рамках программы «Рухани жаңғыру». Өздеріңіз білетіндей, көрмелер елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың былтырғы жылғы бастамасы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында өтіп жатыр. Сондай-ақ көрме президентіміздің ұлы даланың 7 қыры деп аталатын соңғы мақаласы аясында ұйымдастырылды. Ол жерде елбасы Қазақстанның өркендеуі мен мәдениеті жайында айтып өтті. Мемлекет басшысы алтын адамға да ерекше тоқталған. Біз жәдігерді терең зерттеу жұмыстарымен және еліміздің мәдени мұрасын әлемге кеңірек таныту керек екендігіміз айтылған. Алдағы 2 апта бойы алтын адам Кореяның ең үлкен тарихи, көркемдік және мәдени орталығы саналатын ұлттық музейдің төріне қойылады. Музей 1945 жылы ашылған, алайда араға 60 жыл салып, мәдени ошақ жаңа орталыққа көшкен. Ғимарат көне Корей бекінісі іспеттес етіп салынған. Оның қорында 200 мыңнан аса көне жәдігерлер мен өнер туындылары бар. Музейге келушілердің саны жылына шамамен 35 миллион адамды құрайды. Қазақстан мұнанын... Қош келдіңіздер. Біз Қазақстанды ұлы жібек жолының ұлы елі ретінде білеміз. Бұл көрме сіздердің елдеріңіздің бай тарихын көрсетеді. Алтын адамның арқасында кореялықтар Қазақстан тарихына қызығушылық танытады деген ойдамын. Қазіргі уақытта Қазақстанда көп этникалық Корей ұлтының өкілдері өмір сүріп жатқандығын білеміз. Қазақстанның тарихы Корея еліне жеткендігі олар үшін үлкен мақтаныш деген ойдамын. Бірнеше аптаға созылған дайындық жұмыстары аяқталды. Үлкен ағаш жәшіктеріне салынған ұлы дала қазыналары көрме залына жеткізілді. Отандық музейдің қызметкерлері экспонаттарды кореялық әріптестеріне табыстап жатыр. Басқа залдарда да жұмыс қызу үстінде. Өйткені бұл жолы Корея ұлттық музейі тек көрме өткізу алаңы ретінде ғана емес, сонымен қатар серіктестік міндетті де мойнына алған. Дәлірек айтқанда, экспозиция дизайнын Корея мамандары жасады. Біз кореялықтарға Қазақстанның мәдениеті мен менталитетін көрсету үшін барынша тырыстық. Мысалы, мына біз тұрған зал жасыл түске жайдан жай боялмаған. Мұнымен жобалаушылар мен дизайнерлер Қазақстанның шексіз жасыл даласын көрсеткісі келді. Қазақстандық және кореялық мамандардың ортақ еңбектерінің арқасында Корея ұлттық музейі көрме залдарының 458 сөресіне еліміздің құнды жәдігерлері қойылды. Олардың қатарында қазақ халқының өмірін, салт-дәстүрін суреттейтін археологиялық заттар, зергерлік және этнографиялық бұйымдар бар. Сондай-ақ көрменің бас кейіпкері алтын адам да осы залға қойылған. Алтын адам біздің заманымызға дейінгі 4-5 ғасырға жатады. Кореялықтар үшін бұл ғасырлар Сilla дәуірімен байланысты. Біздің халқымыз үшін бұл өте маңызды.
Кореяның мемлекет болып қалыптасу кезеңі ерте феодалдық үш патшалықтан басталады. Ол уақытта ұлы дала жерін ғұндар басқарған. Осы орайда қазақстандық көрме кореялықтардың өз тарихын еске түсіру үшін жақсы себеп болмақ. 1979 жылы Кёнжу ауданында жасанды алтын табылды. Кореялықтар сіздердің көрмелеріңізді түсіну үшін оны осы жерге қойды. Қазақстан мен Кёнжуда табылған экспонаттар өзара өте ұқсас, олардың ою өрнектері ұқсас. Көшіп қону, сауда және әскери жолдардың нәтижесінде біздер бір-бірімізбен тарихи тамырлас болуымыз мүмкін. Сондықтан да келушілер екі елдің арасындағы байланысты сезіну үшін бұл экспонатты біз Кёнжу галереясынан арнайы алдырдық. Қазақ даласы мен Корея түбегіндегі археологиялық жұмыстарға зер сала отырып, ортақ тарихтың да байланыстарын байқауға болады. 1949 жылы Қазақстанда ғұн қорғаны табылды. Қазба жұмыстарынан шыққан пышақтар Кёнжу ауданынан табылған жәдігерлерге ұқсайтын полихром стилінде жасалған. Көрменің ашылу салтанаты Кореяның ғылыми және мәдени қоғамдастық өкілдері мен дипломатиялық уәкілдік қызметкерлерінің басын қосты. Қазақстандық сазген саз ансамблі халық аспаптары мен қазақ және корей халықтарының әуендерін орындап, екі елдің татулықтағы атмосферасын жеткізді. Выставка вызвала очень большой интерес. Көрме үлкен қызығушылық оятты. Өздеріңіз көріп тұрғандай келушілер өте көп. Олар біздің тарихты көзбен көруді қалайды. Жалпы екі елдің әріптестік байланыс орнатуға деген ниеттері басым. Барлығы білетіндей, біз Кореямен стратегиялық серіктеспіз. Сондықтан да Қазақстанмен жасалатын ортақ жұмыс әрқашанда үлкен қызығушылық танытады. 카자흐스탄 국립박물관의 사투발린 아마이 부관장님. 하나, 둘, 셋. Бағалы бұйымдармен көмкерілген алтын адам залдың ортаңғы бөлігіне қойылған. Десе де өзге экспонаттар да назардан тыс емес. Интерактивті панельдегі қазақтың салт дәстүрлерінен сыр шертетін бейне көріністер келушілерді халқымыздың рухани тарихымен таныстырып жатыр. Көпшілікті әсіресе этнография залы таңдандырды. Ой өрнекпен көмкерілген киіз үй, күміс бұйымдар, ыдыстар, ер-тұрман мен тоқыма бұйымдары. Мұндай қолөнер заттарын келушілердің басым бөлігі бірінші рет көріп тұр. Жалпы қарап тұрсаңыз, өзі қазақтың қолөнері, ерлердің өнері қолөнері, әйелдердің қолөнері болады ғой. Ерлер мысалы ағаш өңдеген, сүйек ұқсатқан, зергерлікпен айналысқан, темір ұсталықпен айналысқан, былғары тері өңдеген. Міне осы қол өнерінің түрлерінің барлығын алып келдік, үлгілерін. Вы знаете, для меня это огромное. Мұндай керемет көрмеге қатысу мен үшін үлкен қуаныш әрі құрмет. Себебі Қазақстан Республикасы ұлттық музейінің шеруі менің туған қалам Минскіден бастау алды. Ал дәл қазір көрменің ашылу шарасын әлемнің басқа түкпірінде орналасқан Корея Республикасынан тамашалау мен үшін бақыт, керемет мүмкіндік. Менің ойымша бүгін келушілер өте көп, барлығы таңдай қаққандай. Қазақстандық өкілдердің тарихы мен мәдениетімен мақтанатын сәті осы. Алтын адамның әлем музейлеріне шеруі мұнымен шектелмейді. Келе жатқан 2019 жылда құнды экспонат үшін талай саяхатқа толы болмақ. Қазірдің өзінде ұлттық музей келер жылдың алғашқы жоспарын дайындап үлгерген. Келесі жылы біз шеруімізді Өзбекстанда жалғастырмақпыз. Ол Өзбекстанның тарихи музейінде өтетін болады. Айта кететін жайт, келер жылы Өзбекстандағы Қазақстан жылы шарасы ашылмақ. Тарихты зерттеу, мәңгілік мұраны тану. Алтын адамның шеруі бүгінгі заманауи әлемге жусанды даланың лебін сездіріп, бүгінгі қоғамды адамзат тарихында өшпесіз қалдырған көшпенді халықтың өмірімен таныстырады.